Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен тағы да Алмагүл. Бүгін сіздерге өте жаңаша тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видео қызық болса соңына дейін қарап, рецептім пайдалы болған болса каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, тұзымызды, дрожжымызды және 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Алдын ала ерекен өткізіп дайындап алған ұнымызды аз-аздан сала отырып бірінші ас қасықпен, сонан соң қолдың көмегімен жұмсақ қамыр елеп дайындап алатын боламыз. Дайындап алған қамырымызды ашытуға қойып, оған дейін арасына салатын салмасын, яғни подливасын дайындап алатын боламыз. Барлық керекті ингредиенттердің грамм массаларын осы видеоның төменгі жағына жазып қалдырамын, сол жерден қарап жасап көріңіздер. Алдымен қызып тұрған майдың үстінен ұзынша етіп туралған етімізді салып, жақсылап араластырып, кішкене уақыт қуырып алатын боламыз. Оның үстінен аздаған соевый соусымызды құйып, оны да әрі қарап кішкене араластырып, оның үстінен алдын ала турап дайындалған пиязымызды салып, оны да тағы да біраз уақыт қуырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып қуырып алғаннан кейін картоптарымызды да ұзынша етіп турап алатын боламыз. Алдын ала туралған картоптарымызды осы ет пен пиязымыздың үстінен картоптарымызды не болмаса өз қалауларыңыз бойынша сәбізді солайынан турап салсаңыздар болады. Осылай ұзынша етіп туралған картоптарымызды салып, әрі қарап тағы да біраз араластырып қуырып алатын боламыз. Оның үстінен 2-3 тіс чесногымызды да турап салып алатын боламыз. Бұл біздің тамағымызға өте керемет дәм береді. Осылайша жасап көрсеңіздер болады. Осылай чесногымызды салып жақсылап араластырып алғаннан кейін, енді осынша етіп туралған қызыл және көк болгарскийлерімізді қосып, тағы да біраз уақыт араластырып алатын боламыз. Кішкене араластырып алғаннан кейін, енді біздің яғни подливамызға аздаған мөлшерде су құйып, астын баяу отқа қойып, еттері піскенше қоятын боламыз. Оның арасында осылай татымына қарап тұзымызбен қара бұрышымыз саламыз. Егер де еттеріңіз тұздалған болса, тұздарыңызды аз мөлшерде, егер еттеріңіз тұздалмаған болса, тұзын нормальный қылып саласыздар. Осылайша барлығын салып алғаннан кейін үстінен осылай бір бокалдай суымызды құйып, астын баяу отқа қойып, қайнатуға қойып қоятын боламыз. Оған дейін ашып шыққан қамырымызды алып, дәл видеодағыдай етіп оқтаудың көмегімен ұн сеуе отырып жайып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңызда қамыр өте жұмсақ, дәл осылайша аштыңыздар. Осылайша барлық жеріне ұн сеуе отырып оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырымызды қатты жұқа етіп жібермейміз. Қамырымыз орташа қалыңдықта болуы керек. Дәл видеодағыдай етіп жаясыздар. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Бұндай түрлі тамақты рецепт, күнделікті тамақтан күріш көже, макарон көже, палау, манты тамақтарын постоянно жасап жүрмей, өзгеше ресторанский тамақтарды, әртүрлі шет кухняларының тамақтарында жасап көріңіздер. Менің каналымда 300-ден астам рецепт бар, сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Мен дәл осылай воронканы қолдандым кесуге. Сіздерде өз арнайы формаларыңыз болса, сондай мен кесіп, осылайша дөңгелек етіп кесіп аласыздар дайын болған қамырды. Енді барлығын кесіп алғаннан кейін артықтарының барлығын осылайша алып, екінші рет тағы да жайып осылайша кесіп аласыздар. Енді арасына сұйық майымызды дәл осылай четкамен жағып алатын боламыз. Осылайша екінші бетінен, осылай бірінші бетіне аударып, дәл видеодағыдай жабыстырып аламыз. Барлығын майланған мантваркада дәл манты пісіргенде 45 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің подливамыз дайын болды. Өз қалауларыңыз бойынша укроп не болмаса сельдерей сеуіп, қонақтарыңызға, отбасыңызға ұсынсаңыздар болады. Рецепт ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.